Сәлем достар, баршаларыңызға қайырлы кеш. Бүгінгі біз 90-шы сабағымызда суретке обводтың қалай жасайды және де туған күнге арналған ерекше слайд-шоу, құттықтау слайд-шоудың ерекше бір түрін көрсететін боламын. Сонымен достар, бұл сабақта бірінші сабақты біз обводкадан бастаймыз. Бірінші видеоны тамашалап алсақ. Неке достар, көргендеріңіздей бірінші сабақты біз обводкадан бастайтын боламыз. Обводка, яғни осындай бір белгілі бір фонды таңдап аламыз. Қазір мен қолыма ілінген фонды таңдай салдым. Әрмен қарай енді кішкене обводкаға ұқсасын деп мен сөз жаза салайын, міндетті түрде емес. Қазір обводкасын артыла салайын. Окей, болды. Негізі сөзді адамнан кейін қоямыз. Окей, рисовайтқа кіреміз. Рисовайтпен орындалады. Неке пустой слой бізде міндетті түрде автоматты түрде ашылады. Астындағы фотоны таңдаймыз, яғни добавить фото алып аламыз. Окей. Мына жерден өзімізге керекті бір PNG форматындағы өзіміздің суретімізді аламыз достар. PNG форматындағы осылай өзіңізді бір шетке, қалаған қай шетке қоясыздар, бір шетіне қоясыздар. Мүмкін біреулер басқаша істейтін шығар, мен бүгін сіздерге мүлдем басқаша тәсілдерін көрсететін боламын. Окей. Неке енді мына жерден пустой слой, бір слой ашамыз достар. Тағы рет басамыз. Окей. Пустой слой. Енді осыны дәл осылай қалады. Бірінші үстінен бастап көреміз. Окей. Енді кистке кіріп, міндетті түрде қалың кист таңдаймыз. Мына жерден бір ашадау дейтін пока что ақты таңдап алайық достар. Окей, мынаны кішкене қалыңдатамыз. Устанавливать. Енді шет-шетін дәл осылай айналдыра сызып шығамыз. Міндетті емес, үстін басын жауып кетсе де жауып кете берсін достар. Міндетті түрде басты сызықтарыңыз түзу шықса болды. Окей, дәл осылай бояп аламыз. Әрмен қарай жалғастырамыз достар. Мінекей бояп алғасын, енді аса қатты қорқыныш жоқ, үстін жауып қалған. Енді слойды қайта ашамыз. Мінекей енді осы жерде жақсылап түсініп алуларыңызды сұраймын. Слойды ашамыз, жоғарыны басып, мінекей енді ортада қызды төбеге шығарамыз достар. Мінекей қараңыздар қазір. Қызды төбеге шығарамыз, яғни ана слой біздің қыздың артына автоматты түрде өтіп кетеді. Үш точканы басып преобразовайтты, яғни артындағы контурды былай-былай жылышта беруге болады. Неке қарап тұрсақ, бір обводка бізде пайда болды. Неке ерінбесеңіздер, төрт бұрышты болады, қырларын әдемілеп сызып шығуға болады. Енді достар, хабарларыңыз болса, мен ондай қатты болсын, рисовайтқа келгенде сызу жағынан онша қатты емеспін, оны білесіздер. Енді айпақ-сайпақ шығып жатса, алдын ала кешірім сұраймын. Неге достар, енді басты сіздерге түсіндірейін, әрі қарап гүл қылып, әдемі қылып істеу өздеріңізге байланысты. Окей, енді әрмен қарай дәл осылай бояп, артық шығып кеткен жерлерін өшіре саласыздар. Әрмен қарай тағы да пустой слой, енді екінші басқаша түрлерін көрсете берейін. Бұл варианттарын деп аталады достар. Әрмен қарай енді біз тағы да рисовайтқа кіреміз. Енді соңғы жағында бір көпшілік пайдаланбайтын осы жүрекше бар. Жүрексен бассаңыздар штамптар ашылады достар. Штамптарды мен мүлдем көрмеймін осыны қолданып жүрген адамдарда. Неке штамптар интернеттің түрде қосылып тұру керек. Штамптардың осының ішінен бір қалған штамп таңдаймыз. Бұл штамптар как кист сияқты жағылады. Қазір көрсетемін достар. Неке бір жұлдыздар таңдай салайық. Окей, масштабын үлкейтейік. Неке масштабын үлкейтіп алып установка жасадық. Енді шетінен бүйтіп сызып көреміз. Енді міндетті түрде ол басында кішкентай болып не алады. Енді настройкасын, яғни несін регулировкасын жасайсыздар. Масштабтың үстінен птичка басып қоя салыңдар. Мінекей қазір масштабтың үстінен бастық, өйткені масштабтың үстінен басқан кезде ол міндетті түрде үлкен болады. Мінекей көрдіңіздер, үлкен болды. Тағы да регулировка жасаймыз, кішкене не қылып. Енді осындай кезде уақыт кішкене алады. Болды. Әрмен қарай болды. Тура бұл рисовать кист сурет сызасыздар ғой. Дәл солай экранды бассаңыздар, сіздердің басқан іздеріңіздің артынан осылай сызыла береді автоматты түрде. Дәл осылай үстін бояп тастайсыздар, болды. Әрмен қарай қыз астына түсіреді, немесе жоғарыдан астына. Бастысы қыз жоғарыда, сызған слойыңыз ортада тұру керек. Неке болды. Қалған артық жерлерін өшіргішпен өшіріп тастай саласыздар. Қарап тұрсақ, бұл да бір ерекше обводка болып табылады достар. Неке қалған жерлеріне де жұлдыз шашыратып қойыңызға болады. Барлықтарыңыз менің ойымша шашыратып жіберген жоқ па, тек қана шетінен аппақ обводка жүргізген. Басқа сары немесе қазір алдағы кезде тағы екі-үш түрлерін көрсетемін. Сол түрлермен де обводка жасасаңыздар болады. Неке мынандай жылтырауық нелермен де жасасаңыздар, қарап тұрсақ ерекше көрінеді достар бұлар барлығы. Енді
әрмен қарай біздер штамптың үстінен басамыз. Ол штампты просто көбісі пайдаланбасын, осы уақытта арнайы мен қолдандым. Әрмен қарай достар, енді келесі штамп түрін көрсетем. Окей, мына жерден қазір гүлдерді таңдай салайын. Гүлдерді таңдап, гүлдерді дәл осылай достар. Енді бұл кезде неге үсті боялмай жатыр десеңіздер, қазір менің слойым қыз үстінде тұрған кезде осылай қыздың үстінен қалай емін еркін бояй бересіздер. Себебі қыз бояй алмайды ол кезде. Міндетті түрде осы пустой слойдың үстін таңдап қойыңыздар достар. Көрдіңіздер ме? Қазір менде ортада слой таңдалып тұр. Сол себептен қыз бояй алмайды. Неке гүлдермен де осылай слой істеп тастасаңыздар болады. Артық фонға осылай слой енді қыздарға өте қатты ұнауы мүмкін болады. Окей, достар, неке енді слойды көрдіңіздер, ортаға бірден түсіре салам. Бірден түсіріп үстін басып белгілеп қоям. Себебі сол пустой слойды басып үстін белгілеп қойсаңыздар, қыз, басқа фон ешқандай белгіленбейді. Тек қана сол сіздің таңдалып қойған слойыңыз, яғни ортадағы пустой слой сызыла береді. Көрдіңіздер ма? Емін еркін сіздер ортаға бірден апарып қойып, дәл осылай бірден бастап кетсеңіздер болады. Неке розовый слой көрдіңіздер ме? Ортада белгіленіп тұр. Преобразовательға кіріп, егер асып кетіп жатса, дәл осылай қысып кішкене сәйкестендіріп қойсаңыздар болады. Асты ашық қалғанымен ешқандай да қорқыныш жоқ. Ал астарда әрмен қарай бояуды жалғастыра бересіздер. Көрдіңіздер, ортадан мен белгілеп қойдым. Көбісі белгілеуді ұмытады. Өзіңіздің керекті слойыңызды белгілеңіз достар. Қыздың үстінен белгілеп қойсаңыздар, қыздың үсті де белгіленіп бояла береді. Яғни пустой слой ашып, міндетті түрде соның үстін басып таңдап қойыңыздар. Себебі басқа слойларға кедергі жасамайды. 10 рет айттым достар. Келесіде ешкім сұрамасын деп. Окей, әрмен қарай тағы да біздің штамптың тағы бір ерекшелігін көрсете салайын. Неке 5 жұлдыз таңдай салайын. Бұл жерде енді жеңіл түріне көрсетуім, енді тағы бір кішкене күрделі түр. Резонанс дейді, мен қате оқып тұрған сияқтымын, әлде көзім жетіп тұр, короче. Осы слойды, мінекей, осы функцияны ары бері жылжытсаңыздар, керемет бір кесіктер пайда болады, мінекей. Дәл осылай, мінекей. Бұны қазір тағы көрсетейін, окей. Разнос, әлде разнос ба, білмедім, шыны керек, көзім жетіп тұр. Жұмыс істеу барысында оқымаппын да, шыны керек. Мінекей достар. Дәл осылай, мінекей, жұлдыз артыңыздан жүріп отыра береді. Басқа ішінде құлпынай бар, жаңа гүлдер бар. Гүлдерде дәл осындай функция болады. Кейін босаған кездеріңізде өздеріңіз ермей барлығын сынап көрсеңіздер болады. Әсіресе жаңағы мен бірінші алған біздің жарқырау, қалай дейді, бликтер дейді ғой, блесктер дейді, соларды істесеңіздер өте керемет шығады достар. Мінекей достар, сіздерге обводтың қалай жасалуын көрсеттім. Болды, әрмен қарай енді әсемдеу сіздердің қолдарыңызға. Біздің екінші сабақ киномастермен жасалады. Басы міндетті түрде PicsArtқа біз скриншот қылып аламыз экранды. Және инструментке кіріп, фонды аққа боямыз. Кривыйға кіріп, жоғары көтере саламыз. Окей, ақ фон дайын. Повернуть етіп аламыз. Экранның размері скриншот деген. Міндетті түрде скриншот алып, сол фотоны PicsArtқа саласыздар. Окей, текстке кіріп 18 деп жазамыз. Енді достар, кімнің туған күні қалай, кімнің туған күні қалай болады достар, енді сол жасты жазасыздар. Мен бұл жерге стандартты 18 деп жаза салдым. Мінекей, осы шрифт ең әдемі шрифт болып табылады достар. Енді кішкене келтіреміз, астына Happy Birthday. Болмаса енді достар, өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты ең қысқа сөз осы 3 сөзді жаза салдым. Әрмен қарай болды. Рисовайтқа кіреміз. Сақтаймыз. Бұл жерде біздің артық ешқандай жұмыс жоқ. Тура осылай істейміз, болды сақтаймыз. Просто достар, мен тек қана әшейін қарапайым слайд жолдар шыны керек шаршатып жіберді туған күні. Осындай бір ерекше идея ұсынғым келді барлықтарыңызға. Шыны керек құттықтасаңыздар керемет. Окей, әрмен қарай біз Eraser программасына кіріп, енді ішінде қараларды алып тастаймыз. Бұған дейін біздің киномастер сабақтарын көрген жігіттер қыздар болса, бірден білініп отыр. Бұны қазір не істейтініміз, окей. Ауто 5 жұлдыз және де қараларды ұрып шығамыз. Қараларға апарып 1 секунд ұстап тұрсаңыздар, сол жерде автомат түрде өзі алып тастайды. Мұқиятпен ұрыңыздар, ақ фонға тиіспей, Б-ның ішін алып тастаймыз, окей. Болды, мына жерде үнемі түсіндірмей кетеді екен достар. Бұл жерде мінекей қазір фонды ақ қыла салайын, окей. Ақ қылдым, енді жақындатайын. Мінекей 1-2 деген не мағына? 1-2 деген барынша біздің қалдықтар қазір бірде тұр. Бәрібір қалдық болып сақталынады. Егер 2-ні бассаңыздар, мінекей чисто, 3-ті бассаңыздар, одан да чисто болып кете береді достар.
Мінекей болды біз киномастермен сабағымыз әрмен қарай басталады. Окей, киномастер новый проект создавать етеміз. Happy Britney Day дей салайық. Бұған енді арнайы сабақ істемек. Енді дәл осы жерден слайд жоға арнайы фотолар таңдаймыз. Слайд жоға енді бұны достар сіздер жылдам істеу үшін Viva видеомен істесеңіздер болады. Бұл жерде кішкене жұмысы көптеу. Енді дәл осылай суретті таңдаймыз достар. Бүкіл несін обрезкаға кіреміз да. Окей, теңді үстін теңді басып қоямыз, чтобы сурет ары-бері жылжымас үшін. Және де полный қысып тастаймыз. Мінекей мен тез қайта орындап жатырмын. Окей, теңді басамыз. Мінекей экранға сәйкестендіріп. Окей, бұны да барынша қысып тастаймыз. Келесі фото. Мінекей мұқият қараңыздар, мен қайсысында таңдап отырмын? Обрезка деген таңдап отырмын. Және де қысып тастаймыз. Дәл солай. Үстінен басамыз. Обрезка. Мінекей теңді басып қоямын. Екі фото сонда қимылдамайды, ары-бері жылжымайды. Бізге бұл фотолардың жылжуының қажеті жоқ. Дәл осы ойынды жалғастырып шығамыз. Және де мультимедиадан біздің жаңа Eraser деген папкадан істеген суретімізді таңдап аламыз. Окей. Мінекей бізге мінекей осы керек. Мынау осы батырманы бассаңыздар. Окей, осы функцияны бассаңыздар, яғни осы кешірім сұраймын. Функцияны бассаңыздар, экранның размеріне бірден салып береді. Енді суреттер бұдан да эффект және әдемі шығу үшін суреттерді черно-белый, яғни ақ қара түсті қылып бояп шығыңыздар. Яғни сондай эффект беріңіздер. Бұл негізі қажет емес сияқты менің ойымша. Жарайды, ала салайыншы мен. Окей. Бұл өзінің түсімен қала берсін достар. Қалғандарын ақ қара түсті қылып шықсаңыздар. Яғни бұл ақ қара түс дегеніміз міндетті емес, бірақ та достар бұл ерекше көрінеді. Шыны керек, ерекше көрінеді. Енді мынау Happy Britney Day деген суреттің өзінің түсін ауыстыруға болады достар. Өзінің үстінен басып қойып, өзінің де түсін ауыстыруға болады. Неге Eraser'ді жаңа біз ішін алып тастадық. Кәдімгі PNG фотоны әшейін әкелдік те бетіне қоя салдық. Егер түсінбегендер болса, әрмен қарай сол достар. Мінекей енді мына жерден түстерін ауыстыруды көрсете салайын. Happy Britney'дің үстінен басып қойып, яғни оттенк цветқа кіріп ауыстыра бересіздер. Енді бұған дейін 4-5 мәрте көрсеткесін аса қатты көп түсіндіріп жатқан жоқпын. Әрмен қарай музыканы таңдаймыз. Өзіңізге сәйкес келетін туған күнге байланысты бір музыка немесе кез келген бір мелодия қоя салыңыздар. Окей, мінекей қойдық. Артық жерін кесіп тастай саламыз. Енді видеода қатып дұрыс көрінбейді. Егер өздеріңіз істесеңіздер, бұл өте берем шынында да креативті бір құттықтау болып табылады. Окей, артық жерін қырып тастай салайын. Все, болды достар. Неге достар, біздің сабақ осымен аяқталды достар. Сіздерге ұнағанына ұнайды деген үміттемін достар. Сіздерге бір пайдам тисе қуаныштымын. Сіздермен болған мен микрофон достар. Келесі сабақты күтіңіздер. Біздің 91-ші сабақта ерекше болады деген үміттемін. Сау, сәлематта болыңыздар. Love